Көзін ашпайды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ләйла Сұлтан қызының анасы тележүргізушінің бала күнін еске алған екен. Бұл туралы Каз-Нұр-Кз сайты жазды. Отандық тележүргізуші Ләйла Сұлтан қызының анасы Ұлтусын Көшкінбай қызы тележүргізушінің балалық шағын еске алды. Журналист анасының жүрек жарды әңгімесін Instagram желісіндегі парақшасында жариялады. Ләйланың кішкентай күніндегі бір оқиғасын айтып берейін. 2-ден асқан кезі өзі ыңырсып, өлең айтып жүре береді. Бір күні тамақ ішейік деп, бәріміз жиналып отырсақ, 2 көзін жұмып алып, тамақты іше береді. Аш десе, көзін ашпайды. Содан 2-3 күн өтті. Бәріміз, көзіңді аша қой, десек те ашпайды. Қайнапке мына қызға не болған? Деді де, 2 мұрнын 2 шетінен қолымен шертіп жіберді. Көзін ашып, содан бәріміз қуанғанбыз. Балалық шақтан есінде қалған қызығы осы, деді ол. Осы ретте тележүргізуші анасына алғыс айтуды ұмытқан жоқ. Бір баласы бардың, шығар шықпас жаны бар. 2 баласы бардың, болар болмас халі бар. 3 баласы бардың, 3 рулы елде малы бар. 4 баласы бардың, 4 құбыласы тең болар. 4-өңімізді жеткізген, қызығымызды есіне сақтап, бөліскен, бар жағдайымызды жасауға тырысқан ата-анамызға рахмет. Бұл да бір тарихи видео, деді Ләйла Сұлтан қызы. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ләйла Сұлтан қызының анасы, қателеспесем Дишинкасы, сол кісіге қатысты Инстаграмда видеосын салып, сол видеода анамыз осындай қызықты сәтін еске алған екен. Не үшін Дишинка деп айтам? Себебі осыған дейінде анасы жайында Ләйла Сұлтан қызы көп жазған. Сол кездерде өзінің жазбасында менің Дишинкам деп айтатын еді. Қаншама жылдар өтсе де, сондай қызықты сәттер есте қалғаны қызық екен. Ләйла Сұлтан қызына да, анасына да барлық жақсылықты тілеймін. Ал енді оқырмандардың пікірлеріне келейік. Бір баласы бардың, шығар шықпас жаны бар деп, бір тал балапанымды ұзаттым. Аллам бағын, бақытын ұзағынан берші деп жазған екен. Аумин, бақытты болсын. Шүкір, 3 балам бар. Аллам бәле жаладан сақтап ғұмырын ұзақ қылсын дейді. Айман анамыз керемет жан болған. Ләйланың анасы да керемет жан екен дейді. Дауысы құлаққа жағымды, көздері өте мейірімді анаңыздың. Аналарымыз аман болсын. Расымен де анасына қарап көздері сондай мейірімді екен деп, мен де бұған дейін таңғалғаным бар. Ана деген өте керемет есім. Аналарымыз аман болсын. Жәннаттың кілті анамыздың табанының астында дейді ғой. Аналарыңыз бар болса, міндетті түрде қадірлеңіздер. Жақсы көретіндеріңізді айтудан ұялмаңыздар. Ләйла, анаң жаныңда арман жоқ шығар сізде. Ләйла апайдың қолындағы кітапты қайдан алсам болады деп жазды. Мен шығар шықпас жаным бар екен, Алланың берген бір ұлы дейді. Бақытын көріңіз сол ұлыңыздың. Анаңыз аман есен болсын дейді. Аллаға сансыз шүкір, 4 құбылам түгел екен дейді. Аллаға шүкірді айтуды ұмытпау керек. Керемет, Айман апаның кітабын қалай қайдан алуға болады екен? Бұл жерде кітапқа да қызыққандар бар екен, иә? Уже бірінші не емес, пікір емес. Апам керемет айтты дейді, жаным депті. Анаңыз аман болсын, ауырмасын дейді. Бауырларың бар екен, мен жалғыз қыз екен деп ойлағам. Дишинкаңды көрсеткенге дейді. Аяғыңыздың астында не деп те сұрақ қойыпты. Орыстардың арасында тұрса да, қазақ тілін, салт дәстүрімізді ұмытпаған екен. Айман апа бір видеосында баласына ризашылығын беріп кетті дейді. Қандай жақсы кісі, жүзі жылы депті. Айман, ана кітапты Каспий магазиннен алдым дейді. Апай, қарапайым әңгімелері, жақсы тыңдары бар, рахмет дейді. Бір ұл баласы бар шығар дейді. Алдымызда 4 ұл болса да, анамызды 3 қыз мәңгі сапарға кеткенше әлдиледік. Жатқан жерің жарық болсын анашым дейді. Анаңызға Алла ұзақ ғұмыр берсін дейді. 5 баласы бар, адамның аспаннан салған жолы бар дейді. Ассаламу алейкум депті, жұма қабыл болсын дейді. Анаңызға Алла тағала ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Өте жаны нәзік ана, әулетіне керемет келін болған кісі екені көрініп тұр дейді. Бейнетінің зейнетін көрсін, құрметке лайық ана дейді. Сондай дауыс мәнер, ибалы болу, сабыр, төзім осы кісінің бойынан табылады.
Рахмет сізге дейді. Анаңыз ұрпағымен мың жасасын дейді. Анаңыздың қолындағы кітабы Арман Дәулетияровтың кітабы ма дейді. Айман анасының суреті дейді. Айман кітабын қайдан алуға болады екен дейді. Анаңыздың жүзі жылы, сондай мейірімді жан дейді. Анаңыздың жасы ұзақ болып, балаларының ортасында жарқырап жүрсін. Бейнетті көрген кісі. Маған қызық болып тұрды. Ләйла Сұлтанқызы, осы кісілерде енді оқырмандары көп қой, миллионнан асып кеткен мысалда. Қазір айтайыншы точносын 3.400.000 оқырманы бар да. Сол кісілердің бәрі мысалы комментарий жазып отырады. Осының бәрін оқып отыруға жаңа пікірлерді уақыты болар ма екен. Осы пікірлерді оқып отырса, күліп, жадырап, риза болып қалатын шығар енді. Анасы жайында осындай әдемі сөздер жазып жатыр деп. Анаңыз аман болсын дейді. Айман апаның кітабын қайдан алуға болады деп, осы кітапты уже бірнеше адам сұрап жатыр, байқадыңыздар ма? Қандай жақсы кісі, жағымды, аман болыңыз дейді. Анаңызға Аллам разы болсын, ғұмырлы болсын, анаңыз аман есен жүрсін дейді. Апамды көрсем тура марқұм анамды көргендей боламын дейді. Керемет депті. Біз де 14-піз, бәріміз тірі, аман есен, әркім өз отбасымен, нағыз баймен шығар дейді. Анамыз да аман есен 77-те дейді. Қандай керемет отбасы екен. Аман болыңыздар. Анасы Арманның мамасына ұқсас екен дейді. Аллаға шүкір, тоба депті. Жалпы пікірлердің дені осындай, құрметті көрермендер. Ләйла Сұлтанқызы сондай қуанып, марқайып, риза болып қалған шығар пікірлерін оқып. Керемет, осыншама оқырманың бар, ал олар саған қолдау білдіріп, жақсы пікірлер жазып, барлық жақсылықты тілеп жатса, шын жүректен Ләйла Сұлтанқызына да, анасына да барлық жақсылықты тілеймін. Сондай мейірімді жандар екені көрініп тұр. Барлығы жақсы болсын, бала шағасына рахатын көрсін, апамыз немерелерінің рахатын көрсін, барлығы жақсы болсын ол отбасыда. Құрметті көрермендер, сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар, жақсы күндерде жолығайық.